Кәдімгі қарапайым қазақ ауылында бір сараң, семіз бай өмір сүріпті. Ол бай бір айла жасап, ауыл құдығын сатып алады. Содан бастап жұрт байға судың ақысын төлеуге мәжбүр болады. Әй, байеке, шөлдеп тұрмын, су берші. Ақша төледе іше бер. Қанша төлеуім керек? Бір кесесі 10 теңге, бір шелегі 100 теңге. Ақшам жоқ болса ше? Ақшаң жоқ болса, саған суда жоқ. Бірде сол ауылды жанап, алдар көсе келе жатыр екен. Кенет сүрініп кетіп, қалтасындағы ұсақ ақшасын шашып алады. Ей, қасқа, соңғы соқыр тиыныңды жоғалтып алдың ба? Сенесің бе? Кеше ғана бір тиынымды түсіріп алып едім, бүгін міне 10-ын жинап алдым. Мына жер ерекше бір ырысты жер болу керек. Оған қоса жерді суарсаң, тіпті бір сәтті-ақ бай түсетін шығарсың. Ей, бірге бақша өсірейік те. Жер сенікі, су менікі. Бірігіп көп ақша табамыз ғой. Жарайды, бірақ менің егетін дәнім азақ. Мол өнім жинаймын десең, бірден жерге көп ақша егу керек. Ал енді барып су алып кел. Мен осында қалып ақшаны күзете тұрайын. Бай суға кетіп еді, алдар көсе ақшаны қазып алып, бұтаның арасына жасырып қойды. Ай, қайда жүрсің? Өзім ақ жерді суарып болдым ғой. Онда сен үйге бара бер, ал мен ақшаны күзетіп осында қалайын. Жоқ, мен ақымақ деймісің. Мен жоқта ақшаның бәрін қазып аласың тағы. Өзім күзетем. Өзің біл. Мен үйге кеттім. Ақша ектім аямай, күтем енді қозғалмай. Көп ұзамай таң атты. Қанша жаңа ақша өсіп өніп шыққанын көргісі келген бай, жерді ақырындап қаза бастады. Ей, сорлы ақымақ басым-ай! Жылдар бойы жинаған бар ақшамды осы құрғыр жерге көмгенімді қарашы. Көл көсір ақша егіп жатырсың. Өсіп өнбей қалар деп ескертіп едім ғой. Көмектесе көр, қарағым. Бәрін берем, тек ақшамды қайтарсам болғаны. Жұртқа құдықты бересің бе? Ақшаңда сірә табылып қалар. Әрине, берем. Оп-оңай, мен оған өзінің ақшасын құдықтың құнына сатып бердім. Ал сендер енді байдан ауа сұрап жүрмеңдер. Алдар көсе жөніне кете бар.